Elimizin tavsiye olan sentliğin bassak, hukuk koruma organları yani bugünkü Қазақстан politsiyası halkın tınışlığın mine бүгінде 34 жылдан астам аралығында қамтамасыз етуде. Осылайша мемлекетіміздің тұрақтылығын сақтау бойынша елбасымен қойылған тапсырмалар жоғары деңгейде атқарылып келеді. Бүгінгі полиция қызметкері әлеуметтік қамтылығынан үлкен беделге ие тәртіптіліктің алдыңғы шегінде тұрған үлкен әріпті тұлға. Сондықтан полиция қатарына келуге ниет еткен жас үміткерлерге айтарымыз. Еліміздің нағыз патриот жастары ол сіздер. Сондықтан азаматтардың құқықтарын қорғау жолында қызмет етуге бел бусаңыздар, еш өкінбейсіздер. Сегодня я присутствовала на концерте информационно-пропагандистской группы Департамента полиции Акмолинской области. И действительно получила очень большое удовольствие, прослушав этот концерт. Иногда даже слезы наступали на глазах, потому что настолько проникновенно, настолько душевно звучали песни, которые представила эта группа, что действительно мы стали видеть, что сотрудники полиции – это не только люди, которые отвечают за закон и порядок, но и обычные люди, которым не мешают эмоции быть открытыми, откровенными, говорить о том, что у них на душе. Поэтому я очень рада, что присутствовала на этом концерте, и хочу пожелать им здоровья, успехов и дальнейшего процветания нашим сотрудникам.